Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен бірге ловия мен ниет қосылған ыстық тағам дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше әрі тойымды пайдалы тағамдардың бірі. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді және де лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бұл ыстық тағамды жасау үшін бізге ет қажет болады. Осылай ұсақтап, майдалап турап аласыздар. Мен жылқының етін пайдаландым. Кез келген етті сиырдікін де қолдансаңыз болады. Келесіде пиязымызды турап аламыз. Бір тал сәбіз керек болады. Сәбізді де етке ұқсатып, ұсақтап турайсыздар. Картошка керек болады. Қыздар, 3 тал немесе 4 тал қоссаңыздар болады. Барлық заты турап болған соң, қазанымызды отқа қойып, оның үстіне майымызды құйып, қызған майымызға етімізді салып, етіміздің суы тартылғанша қуырып аламыз. Қыздар, етіміздің суы тартылған осы видеодағыдай көрсеңіздер болады. Көпіршігі басылып, тек ет қалған кезде оның үстіне туралған пиязды және сәбізді салып, араластырып, тағы да 5-6 минут бойы пиязымыз сарғайғанша қуырамыз. Қыздар, белгілі бір уақыт белгіленбеген, барлық заттың қуырылып, сарғайғанына қарай үстін салып, кезекпен қуырасыздар. Пияздан кейін томатты салып, оны да 1-2 минут қана қуырып, үстінен міндетті түрде қайнаған су құйыңыздар. Қайнамаған су құюға болмайды, қыздар. Суын құйғаннан кейін оның үстіне біз осындай ловиямызды аламыз. 100 грамм ловия жетеді, қыздар. Қазанымызға салып, оның үстінен дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қосып болған соң жақсылап араластырып, өте баяу отта астын төмендетіп, қақпағын жауып, жарты сағат немесе 40 минут бойы қайнатып пісіреміз. Қыздар, ловияны алдын ала 2 немесе 3 сағат бұрын жуып, жылы суға жібітіп қойыңыздар, сонда өте тез піседі. Ловиямыз піскеннен кейін, оның үстінен картошкамызды салып, картошкамыз піскенше тағы да қайнатып аламыз. Қыздар, картошкамыз пісіп дайын болған кезде, егер ұнатсаңыздар 2 немесе 3 тал чеснокты осылай майдалап езіп қазанымызға саламыз. Ол тамағымыздың одан да әдемі иісті болуына және дәмді болуына әсер етеді. Чеснокты ұнатпасаңыздар қоспай қоюға да болады. Біздің подливымыз дайын, астын сөндіріп алып қоямыз. Келесі кезекте гарнир жасайтын боламыз. Ол үшін бізге табамызға аз ғана май құйып, жуылған күрішімізді салып, 3-4 минут шамасында қуырып аламыз. Қуырылып жатқан күрішіміздің үстіне шым-шым тұз сеуіп қуырамыз, қыздар. Тұз себілген күріш оңайлыққа езіліп кетпейді, бұқтырған кезде бір-біріне жабысып қалмайды. Қуырылған күріштің үстінен міндетті түрде қайнаған су құйыңыздар, қайнамаған су құймаңыздар. Қайнаған суды жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 10-15 минут бойы күрішімізді бұқтырамыз. 15 минутта біздің күрішіміз дайын болды. Мінекей, қыздар, бір-біріне жабыспаған, бөлек-бөлек болып тұрады. Енді тамағымызды балаларымызға ұсынамыз. Жолдасыңызға болсын, балапандарыңызға болсын, тамақты өте ерекше етіп ұсынуға тырысыңыздар. Сіздерге менен бір лайфхак болсын. Осылай жасап көріңіздер, балапандарыңызға ұнайды. Өте әдемі көрінеді. Қыздар, бұл тамақтың бір ерекшелігі өте ағзамызға пайдалы. Мысалы, ловияның құрамында аминокислоты деген заттар болады. Ол біздің ағзамыздағы қант құрамын төмендетуге көмектеседі, ал фолиевая кислота біздің жүрек қан тамырларымызға өте жақсы әсер етеді. Бұның құрамында және де белок өте көп мөлшерде болады. Белок та біздің ағзамызға пайдалы. Бұның тағы да бір ловияның жақсы қасиеті, біздің ағзамыздағы улы, яғни токсинді заттардың барлығын бөліп, сыртқа шығаруға көмектеседі. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды ас болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз.